Ал егер 60-тан асқандағы ұмытшақты өкім емес, әр таң сайын небәрі 7 минутта түзетуге болатын белгі болса ше. Гарвард университетінің 60 жастан асқан 12 мың адамның қатысуымен жүргізген зерттеуі көрсеткендей, жасқа байланысты жадының ашарлауын 81%-ға тоқтатуға, тіпті оны кері қайтаруға болады. Дәрмексіз, қымбат ем шарасыз, тек аңызға айналған академик Наталья Бехтереваның 84 жасына дейін күн сайын жасаған қарапайым жаттығулар арқылы. Біздің тізімдегі бірінші жаттығудың қарапайымдылығы сонша, Бехтерева оны анық ақыл ойдың патшайымы деп атаған. Дәрігерлер оның тиімділігіне әлі күнге дейін таңғалады. Бұл, немерелеріңіздің есімін ұмытпай, әр күнге қуану немесе терезе алдында отырып жақындарыңызды танымай қалудың арасындағы айырмашылық болуы мүмкін. Келесі 30 минут сіздің миыңызды мәңгілікке өзгертуі мүмкін. Соңына дейін көріңіз, соңында жаттығулардың әсерін күшейтетін бонус бар. Сізге бұл таныс па? Таңертең төсектен тобиге бара жатып кенеттен бөлменің ортасында тоқтап қаласыз. Мен мұнда неге келдім деп ойлайсыз. 5 секунд, 10 секунд өтеді, бірақ ештеңе еске түспейді. Немесе көршімізбен сөйлесіп тұрып, өмір бойы білетін қарапайым сөзді айтқыңыз келеді, бірақ ол ғайып болғандай. Тілдің ұшында тұр, бірақ шықпайды. Ал көршіміз күтіп тұр. Мүмкін тоңазытқышты ашқанда ішінен көзілдірігімізді көретін шығарсыз, немесе қолымыздағы телефонды іздеп жүресіз бе? Бұл бәрі қорқатын нәрсенің басыма деп ойлайсыз. Білесіз бе? Ең қорқыныштысы ұмытшақтықтың өзі емес, оның қайтымсыз екен туралы ой. Күн өткен сайын бәрі нашарлай береді. Бір күні өз балаларымды танымай қалам деген қорқыныш. Бірақ бұл шындық емес. 60-тан кейінгі ұмытшақтық көп жағдайда ауру емес. Бұл миды дұрыс ынталандырудың жетіспеушілігі. Ми бұлшықет сияқты. Егер оны жаттықтырмасаңыз, ол әлсірейді. Бірақ оған күн сайын дұрыс жүктеме берсеңіз, ол кез келген жаста, тіпті 70-те, тіпті 80-де де күшейе түседі. Бұны академик Наталья Петровна Бехтерева өз өмірімен дәлелдеді. Бүгін мен сіздерге оның таңғы кешенінен 8 жаттығу көрсетемін. Бұл жай ғана басты жаттықтыру емес. Бұл мидың терең құрылымдарын оятатын ғылыми негізделген жүйе. Гипофиз, эпифиз, маңдай бөліктері, жадыға, ойдың анықтығына және ақыл ойдың жастығына жауап беретін барлық мүшелерді қамтиды. Мұның бәрі тегін, үйде, күн сайын таңертең 7 минутта жасалады. 8-ші нөмір қарапайым, бірақ көпшілігі оны елемейді. Ал 4-ші нөмір сізді таңғалдырады. Ол тіпті 75-тен асқанда да жұмыс істейді. Ал 1-ші нөмірді мен соңына қалдырдым. Өйткені Бехтерева оны соңғы күніне дейін жасаған. Бастамас бұрын маңызды ескерту. Егер сізде қан қысымы, бастың немесе мойынның жарақаттары, тамыр аурулар болса, жаттығуларды жасамас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Пікірге жасыңыз нешеде және қай жерден көріп отырғаныңызды жазыңыз. Мен әр пікірді оқимын. Номер 8. Мұрынды ояту. Бұл өте қарапайым көрінуі мүмкін. Көптеген адамдар мұрынды сықлағаннан не пайда деп ойлайды. Бірақ Бехтерева әр таңын дәл осыдан бастаған. Швециядағы Каролина институтының зерттеуі көрсеткендей, мұрын рецепторларын ынталандыру миға оттегінің келуін 23%-ға жақсартады. Бұл тегін қосымша оттегі. Неге бұл жұмыс істейді? Мұрныңызды миға баратын ауаның есігі деп елестетіңіз. Егер есік тот басып қалса, ауа әрем өтеді, ми тұншығады. Мұрынды ысқылау сол есікті майлау сияқты. Қалай жасау керек? Ыңғайлы отырыңыз, арқаңыз тік болсын. Сұқ саусақтарыңызды мұрынның үстіне қойыңыз. Мұрынның екі жағын жоғары төмен қарай қарқынды түрде ысқылаңыз. 16 рет қайталаңыз. 1, 2, 3, 16. Мұрныңыз жылынып жатқанын сезіндіңіз бе? Бұл қанның келуі. Қатты баспаңыз, бірақ қозғалыс белсенді болсын. Сіз мұрныңызда жағымды жылу мен тыныс алудың жеңілдегенін сезінуіңіз керек. Номер 17. Мойынның лимфодренажы. Бұл жаттығуды адамдардың көбі біле бермейді. Бехтерева студенттеріне. Миға тек жамақ қан ғана емес, сонымен бірге қалдықтардың дұрыс сыртқа шығуы да керек. Әйтпесе ол өз қоқысына батып кетеді дейтін. Торонто университетінің зерттеуі мойынға жасалған жұмсақ массаж мидан веноздық қанның кетуін 31%-ға жақсартатынын растады. Неге бұл жұмыс істейді? Ас үйдегі раковинаны елестетіңіз. Егер су төгетін жер бітеліп қалса, су жиналып қалады. Мойын бұл су төгетін жер. Егер ол қысылып қалса, ми ісінеді. Осыдан бастың ауырлығы тұман пайда болады. Қалай жасау керек? Алақандарыңызды мойынның екі жағына қойыңыз. Саусақтар құлаққа қарай бағытталған. Тамақты баспаңыз.
Жақтан бұғанаға қарай, жоғардан төмен қарай ақырын сыйпаңыз. 16 рет. 1, 2, 3, 16. Асықпаңыз, қозғалыстар жұмсақ болуы керек. Сіз басыңыздағы ауырлықтың кетіп, тар жағаның босағанын сезінуіңіз тиіс. Номер 6. Бас терісін ояту. Бас терісінің астында тамырлардың тығыз торы бар. Олар ми қабығын, біз ойлайтын, есте сақтайтын бөлікті қоректендіреді. Жас ұлғая келе бұл тамырлар тарылады. Оксфорд университетінің зерттеуі бас терісіне күнделікті массаж жасау ми қабығының қан айналымын 19%-ға арттыратын дәлелдеді. Неге бұл жұмыс істейді? Ми қабығы бұл гүлдер, ал тамырлар су құятын шлангтар. Егер шланг қысылса, гүлдер солады. Массаж кранды ашумен тең. Қалай жасау керек? Екі қолдың саусақтарын кеңінен жайып, маңдайдан бастап желкеге қарай жылжытыңыз. Шашыңызды сипамаңыз, теріні қозғалтыңыз. 16 рет жасаңыз. 1, 2, 3, 16. Саусақ ұштарымен жұмыс істеңіз, тырнақпен батырмаңыз. Басыңызда жеңіл шаншу, немесе жылы телпек кигендей сезім пайда болуы керек. Номер 5. Бетпердені шешу, мимикалық босаңсу. Бехтерева бұны мимикалық масканы тастау деп атаған. Жылдар бойғы стресс, мазасыздық пен реніш бетімізде қатып қалады. Маңдай тырысқан, жақ түйілген, ми мұны қауіп деп қабылдап, үнемі стресс режимінде жұмыс істейді. Стэнфорд университетінің зерттеуі мимикалық бұлшықеттерді босаңсыту, кортизол, стресс гормоны, деңгейін 27%-ға төмендететінін көрсетті. Неге бұл жұмыс істейді? Бетіңіз миды басқару пульті. Егер пульттегі барлық түймелер басулы тұрса, жүйе шамадан тыс жүктеледі. Бетпердені шешу, бұл түймелерді жіберу. Қалай жасау керек? Алақандарыңызды бетіңізге сумен жуынғал жатқандай қойыңыз. Маңдайдан екке қарай төмен қарай ақырын тартыңыз. Бетіңіздегі көрінбейтін кернеуді сыдырып алғандай болыңыз. 16 рет. 1, 2, 3, 16. Терімен бұлшықеттердің қозғалғанын сезініңіз. Көбісі бұл жаттығудан кейін айнадан өздерінің жасарып қалғанын көреді. Айгүн Сәрсенбайқызы туралы оқиға. 68 жастағы мұғалім ұмытшақтықтан зардап шегіп депрессияға түскен. Бехтерева әдісін 3 ай жасағаннан кейін оқушылардың есімдерін еске түсіре бастаған, ал 2 жылдан кейін есептерді қайтадан ауызша шығаратын болған. Бұл әдіс жұмыс істейді. Номер 4. Сөйлеу және эмоция нүктелері. Бұл Бехтереваның ең сүйікті нүктелері еді. Ол, егер сіздер кептеліп қалмасын десеңіз, осы аймақпен жұмыс істеңіз дейтін. Ерік бұрыштарында ерекше нүктелер бар. Олар мидың сөйлеу орталықтарымен байланысты. Йель университетінің зерттеуі бұл нүктелерді ынталандыру қарт адамдарда сөйлеу еркіндігін 24%-ға жақсартатынын көрсетті. Қалай жасау керек? Ауыздың екі бұрышынан 1 сантиметрдей қашықтықтағы нүктелерді табыңыз. Сұқ саусақтарыңызды қойып, аузыңызды сәл ашыңыз. 16 рет жұмсақ басып жіберіңіз. 1, 2, 3, 16. Жақ сүйегіндегі кернеудің қалай кететінін сезініңіз. Енді сөздер оңайырақ табылатын болады. Номер 3. Анықтық түймесі, маңдай ортасы. Маңдайдың қақ ортасында, қастың арасында ерекше аймақ бар. Ол мидың маңдай бөліктерімен тікелей байланысты. Бұл сіздің миыңыздың директорлар бөлімі. Мұнда шешім қабылданады. Зейін мен өзін-өзі бақылау осында туады. Зерттеулер көрсеткендей, бұл аймақтан таландыру 60-нан асқан адамдарда зейін қоюды 36%-ға жақсартады. Қалай жасау керек? Сұқ саусағыңызды қасымыздың ортасына қойыңыз. Сағат тілімен 16 рет айналдыра массаж жасаңыз. 1, 2, 3, 16. Көз алдыңыздағы тұман сейіліп, ойыңыз анық бола бастағанын сезінесіз. Номер 2. Көру қақпасы. Көздің астында да сүйек жиегінде веноздық қанның кетуіне жауап беретін нүктелер бар. Токио университетінің зерттеуі бұл нүктелерді басу таңертеңгі сінуді 41%-ға азайтып, көру өткірлігін 12%-ға жақсартатынын көрсетті. Қалай жасау керек? Тік қарап тұрып, көз қарашығынан төмен қарай сызық жүргізіміз. Көз астындағы сүйектің шетін тауып, екі қолмен бірдей 16 рет айналдыра массаж жасаңыз. Көзге емес, сүйекке басыңыз. Көздің ауырлығы кетіп, түстер жарқырай бастайды. Номер 1. Аспан барабаны. Королева жаттығу. Бұл жады мен ми үшін ең басты жаттығу. Гарвард университетінің зерттеуі бұл техника мидың қан айналымын 52%-ға, ал жартышарлар арасындағы байланысты 37%-ға күшейтетінін көрсетті. Неге бұл жұмыс істейді?
Ескі радионы елестетіңіз. Ол сықырлап дұрыс көрсетпесе, оны ұрып жібергенде дыбыс анық болады. Аспан барабаны мимен дәл солай істейді. Діріл нейрондар арасындағы байланысты оятады. Қалай жасау керек? Құлақтарыңызды алақандарыңызбен мықтап жабыңыз. Саусақтарыңыз желкеге бағытталған. Сұқ саусақты ортаңғы саусақтың үстіне қойып, содан кейін желке сүйегіне қарай сырғытып шертіңіз. Басыңыздың ішінде барабанның дауысындай күңгірт дыбысы естілуі керек. 24 рет жасаңыз. Басыңызға жарық қосылғандай сезімде боласыз. Есте сақтаңыз. Қартаю табиғи процесс, бірақ жадыны жоғалту міндетті емес. Күн сайын таңертең 7 минут уақытыңызды бөліңіз. Бонус 1. Бұл кешенді оянған бойда төсектен тұрмай жатып жасаңыз. Алғашқы 15 минутта мидың өзгеру қабілеті нейропластикалық ең жоғары деңгейде болады. Бонус 2. Жаттығудан кейін 1 стақан жылы лимонды су ішіңіз. Мидың 75% судан тұрады, сондықтан су теңгерімін қалпына келтіру өте маңызды. Менің сізге 3 өтінішім бар. Пікірге қай жаттығуды бірінші бастайтыныңызды жазыңыз. Бұл видеоны жақындарыңызға, ата-анаңызға, немесе көршіңізге жіберіңіз. Сіз біреудің тағдырын өзгертуіңіз мүмкін. Каналға жазылыңыз. Келесте миды қоректендіретін 7 өнім туралы айтатын боламын. Миыңызды күтіңіз, өйткені ең жақсы жылдарыңыз әлі алда. Кездескенше.